Мен каратэмен 12 жасымнан бастап айналыстым. Өзім Тараз қаласы Байзақ ауданы Қызыл Жұлдыз ауылының тұрғыны болдым. Сол жерде каратэ секциясы ашылды. Ашылған соң мен қатысып бастадым. Қатысқаныма осы күнде 14 жыл болды. Еш өкінбеймін спортқа барғаныма. Спорттың жақсы жақтары өте көп. Біріншіден денсаулық, екіншіден мінез. Негізінде өзім биден бастағам. 3 жыл би үйірмесіне барып жүрген. Біздің ауылымызда айтып өткендей, Қызыл Жұлдыз ауылымызда би үйірмесі болған. Мен оған қатыстым 3 жыл. Содан кейін бізге мектебімізге мен жаттықтырушым Құсбеков Болатбек келіп жазатын бопты. Кім қатысады деп сұраған кезде ең бірінші боп қолымды көтеріп, өзім негізінен мінезім шамалы энергиям тасып, сондай бала болатын кішкентай кезімде. Содан бірінші боп жазылып, осы күнге дейін сол жаттықтырушы екеуміз әлі күнге дейін мені сен маған ең бірінші боп жазылғансың деп, соны әлі күнге дейін ұмытпайды. Сол үшін шығар сен чемпион боп жүргенің деп анда-санда қалжыңдап қояды. Сөйтіп 12 жасымда қатысып бастадым. Әлі күнге дейін осы спорттамын. Мен жүрегімнің бөлігі, менің өмірімнің бөлігі каратэ. Жарыстарға кетіп жүрген кезде, сборларға кетіп жүрген кезде қызымды ата-енеме қалдырам. Сол кісілер бағады. Қатты жақсы көреді қызымды. Біздің қызымыз деп айтады. Өйткені ата-апаның қызы. Менің қызым ата-апаның қызы. Күйеуім мен семьясында ең кішісі, жалғыз ұл. Сондықтан қазақтардың бір сондай ырымы бар. Ырым, салт-дәстүр, бірінші бала ата-апасының баласы болып саналады. Келіп, мен тренировкаға кетіп жүрген кезде, күніге 2 сағат тренировка болады. Сол кезде келіп, қызыммен отыратын менің жеңгем. Сол кісілердің арқасы, сол кісілердің маған көмектеседі, қолдау көрсетеді. Сол үшін мен уайымдамай тренировкамды жасаймын, жарыстарыма барам. Әрине, қызым спортшы болуын қалаймын. Қызымыз бұйырса 3-4 жасқа толған кезде өзімізбен бірге спорт залға алып жүретін боламыз. Одан кейін ұнаса, қалады сол каратэ спортында. Ал жоқ, маған ұнамай жатыр, басқа спортқа барам десе, болмаса басқа бір өнерге барам десе, болмаса жоқ, мен спортқа да өнерге де бармайым, мен бір тігінші болам десе, болмаса парикмахер болам десе, оған ешқандай қарсылық танытпаймыз. Қызымыз бұйырса ақылды қыз болатынына, Құдай қаласа, дұрыс шешім қабылдайды. Ол шешім қабылдауға әрине көмектесеміз, біз көмектесеміз, және де ата-апасы көмектеседі. Спортқа қайтып келуіме себепші болған мен жаттықтырушым. Өзімнің де негізінде ойым болған, қайтып бұйырса үйленіп, босанып болған соң қайтып келуге өзімнің де ойым болған. Қызым ол кезде 6 айлық, сол жаттықтырушым звондап, Өзәлі қайтып кел, Таразға. Біз ол кезде күйеуім екеуміз Астанада тұратынбыз. Күйеуім сабақ беретін физкультурадан және де каратэден жаттықтырушы. Сол күйеуіме де үлкен алғысымды білдіргім келеді. Соның бәрін тастап, мені қолдап, біз Таразға жол жүрдік. Сөйтіп тренировкамызды бастадық. Бірінші ай физикалық тұрғыда маған жеңіл болды. Мен шынымен ойладым, не үшін осы айтады, спортқа қайтып келу қиын болады деп. Маған өте оңай болып көрінді. Бірінші ай мен ештеңе сезген жоқпын. Сағынудың арқасы бар. Тренировкамды қатты сағынып кеттім. Және де мен естуім бойынша әйел босанғаннан кейін денесі полностью бір возобновление болады. Сол да шығар.
Бірақ екінші айдың ортасында, уже екінші ай басталды, соның ортасына келген кезде менде наоборот бір спад болып қалды. 2 жыл тренировка жасамай сөйтіп резко бастап кеткенім ба, бір спад болып, ол кезде даже ойлар болған, может дұрыс істемедім, қайтып келгенім дұрыс болмады ма, елдің бәрі күшті тренировка жасап жүр, күшті ударлар істеп жүр, күштері көп, а мен болсам әлсіреп бір удар істеуге күшім болмай қалған кездер болған. Сол кезде бір ой болды, қайтып кетейін ба деп, бірақ жоқ, бастаған нәрсені бітіру керек деп жиналып, бір 4-ші ай болған кезде тренировка істеп жатқаныма, сол кезде қайттан күш пайда болып, витамин іштік, соның арқасы да шығар восстанавливаться етіп, қайтып жай-жаймен өзімнің баяғы формама келдім. Қазір қызым пайда болған соң ең үлкен мотиваторым өмірдегі менің қызым. Және де сенімділік, мен ата-аналарымның сенімділігі, жаттықтырушының сенімділігі, Қазақстанның сенімділігі мені осындай жігерлендіріп, маған күш беріп, ойымды позитив жағына бұратын мотивациялар. Мен кішкентай кезінде дәрігер болуды армандайтын, кішкентай бөпелерді, кішкентай балаларды өте қатты жақсы көретін, қазірде қатты жақсы көрем. Педиатр болуды армандайтын. Педиатр деген кішкентай балаларды емдейтін дәрігер. Сондай оймен негізінде 9-ші классқа дейін сондай ой болды мен. Спортқа уже қатысып жүріп, мен 9-ші класстан кейін колледжге түсем, дәрігер мамандығына түсем деп ойлағам. Одан кейін мен бір нәрсені естіп қалдым да, желанием қайтып кетті. Ол деген дәрігерлікке оқитын студенттер моргке барады екен. Соны естіп, мен сразу мен ондай нәрсені көре алмайтын едім деп, сөйтіп ойымды өзгерттім. Ойымды юридический жаққа ауысып кетті ойым. Мен 11-ші класс бітіріп, юрфакты бітірдім. 4 жыл бойы юрфакта оқыдым. Юрфакты бітіріп, жұмысқа орналасайын деген кезде, жұмыста, кірейін деп жатқан жұмыста, шетелге шығуға, органда істейтін адамдарға шетелге шығуға қиындау екен. Көп документ жинау керек, алдын ала ескерту керек. Ал бізде сбор деген кейбір кезде болады, жаттықтырушы айтады, бір аптадан кейін біз шетелге кетеміз, немесе бір аптадан кейін бізде бір айлық оқу жаттығу басталады. Ондай кезде мен ол кезде таңдау болды, либо жұмыс, либо спорт. Сөйтіп мен спортты таңдап, физкультурный факультетіне оқуға түстім. Екінші мамандығым менің преподаватель по физкультуре. Қазіргі заманда барлық спорт түрлері өте көп жағымды жақтары бар. Боевой спорт түрін таңдасаңыз, тіпті жақсы. Каратені таңдасаңыз, одан да жақсы. Өзіңізді әрқашан қорғай алатын боласыздар. Денсаулығыңыз күшті болады. Одан болашақта жақсы шұғылданып, чемпион болған жағдайда өздеріңіз жағдайларыңызды жақсы боласыздар. Құрметті азамат боласыздар.